Ассалаумағалейкум достар. Бүгін жолдың шетімен жүріп бағалы заттарды табуға видео түсірдім. Жаңа бірнеше жүздеген метрлер жүріп осындай үш тал, бір қорғасын, екі цинковый грузиктарды тапқам. Тағы да бар. Соларды бүгін сіздерге көрсетемін. Осындай тыныш шет жақтағы ауылдарға келдім. Бағана мен жолдан осындай темірмен таза ватун таптым. Таза ватун дегенде резинасынан алынған, КамАЗдың камерасында болатын ватун. Енді осындай ватундарды көбірек тапсақ керемет болды. Не зат бар екен іштерінде? Осындай заттарды тауып алдым. Мына зат ауыр екен. Принтер бар екеуі. Қазір сыйған шалып кетем. Бірінші мына затты алып көрем. Іші жаман ауыр екен. Бір ауыр зат, ватун, мыс болу керек. Ашатын жерін көріп тұрған жоқпын. Мыналарда көп зат болады деп ойламаймын. Қазір көрем. Короче, мынау қара затты үйге алып кетем. Қазір үйге енді қайтып келе жатырмын. Үйге келдім, галошты кийдім. Шашлык жасайық деп жатырмыз. Мен мынаған разбор түсірем. Разбор деген ішін ақтырам. Шеттерінде шуруптары бар. Соларды қазір ашып, ішіне не бар екен бірге көреміз. Достар, бағана жолдан тауып алған заттарым: қорғасын, цинк, сосын таза ватун, алюминий, темір. Мынау да темір. Мынаны аштым. Қазір ішім полностью ашып көрсетем. Екі шеттерін аштым. Міне ватун, мыс, вата. Мыналарды білмедім, екі де өзі. Сосын темір, одан кейін таза қызыл мыс. Таза қызыл мыс. Оранжевый емес, розовый емес, қызыл. Аккумулятор. Екеуі. Внимание, опасное возгорание, обжога и взрыва. Не работать, не гореть ваши. Не разбирать, не нагревать, выше 60 не бросать. Ішінде онша бір заттар жоқ. Екінші сау бар. Мынаны енді лақтыра салу керек.
біздің ана процессордан шыққан заттарымыз екі аккумулятор, біреуін сындырдым, ішінде ештеңе жоқ. Сосын осыны көрдім, жан-жағын бәрін сындырып ұрдым, бірақ аша алмадым. Сосын бұларды мыс деп ойлағам, қызыл болған соң, бірақ алюминиевый екен, сырттары қызыл түспен боялған, сырты қаптап тұрған заты темір. Ал мынау өзіміздің тоқ жағынан шыққан латунь, алюминий жолдан тапқан. Ішінен шыққан платаның астындағы мыстар, ар жағындағы тоқ, оны жаққам. Сары және де кәдімгі оранжевый мыс шықты. Жолдағы грузиктер қорғасын мен цинктен табылғандары. Бір латунь табылды, тағы да тоқтар бар. Сұр мыстан алынған платалар. Осы табылған біздің заттарымыз. Осымен видеом соңына келіп таяп қалды. Осымен табылған сол процессорымыз. Оның қасында екі тал не болған принтер. Оларды бірақ келесі жолы барып қарап көрдім. Оларды алып кетіпті. Бірақ оның орнына мен компьютерный мышка мен пернетақтаны таптым, яғни клавиатура, тіл келмейді. Орда ішіне кішкене платалар бар, мынада мыс болуы мүмкін, одан кейін кішкене аздаған латунь болады. Осымен достар, видеом аяқталды. Өзім түсірген видеом. Сау болыңыздар.